Келін болып түскен күнім өмірімді өзгерген күні. Айгүл 25 жаста, қалада өскен, ашық мінезді, сыпайы қыз. Бекзатпен танысып, оған тұрмысқа шығады. Бекзат ауылдың жігіті, отбасының тірегі, ата-анасымен бірге тұрады. Келін болып ауылға түскен Айгүл жаңа өмір бастайды. Үйде ата-анасымен қатар күйеуінің туған қарындасы Назерке де тұрады. Назерке 20 жаста. Өте көрікті, ақылды, бірақ біртүрлі суықтау. Келін болып түскен күні-ақ Назерке күліп қарсы алғанмен, көзіне тіке қарамай, ішінен бір теріс энергия сезгендей болады. Айгүл мұны байқаса да, өзіне уайымдама, бәрі жақсы болады деп жұбатады. Күндер өте келе Назеркенің шынайы бет-бейнесі көріне бастайды. Ол Айгүлдің әрбір әрекетін бағалап, астарлы сөздермен сын айтып, біздің үйде бұлай жасамайды деген секілді сөздермен оның өзіне деген сенімін әлсірете бастайды. Кейде түнде еріксіз есік қағып, ас үйдің шамын сөндірмепсің деп ұрсып кетеді. Келінге, жеңге деп айтқанмен, сырты жылы, іші суық. Айгүл алғашында бәріне шыдап бағады, бірақ бұл тек басы ғана еді. Бекзат күндіз жұмыста, Айгүл мен Назерке үйде бірге. Айгүл барын салып, үйдің тіршілігін дөңгелетіп, анасы мен атасының жақсы көрінуге тырысады. Бірақ Назерке үнемі апама ұнамай қалады деп үркітіп, Айгүлді қобалжытып жүреді. Үйдегі ескі дәстүрлерді айтып, біздің келіндер тамақты былай істейді деп өзінше ақыл айта бастады. Бір күні Айгүлдің телефоны ашық қалып қойып, Назерке оның бұрынғы сыныптастармен жазысқан чаттарын оқып, ішінен әдейі бір-екі хабарламаны қиып алып Бекзатқа көрсетеді. Сол түні Бекзат Айгүлге суық сөйлеп, бұрынғы жігіттермен әлі байланыстасың ба? Деді. Назерке байқап қалыпты. Айгүл өзін ақтағысы келіп жылайды, бірақ Бекзат оған сенбейді. Осыдан кейін Назерке бұрынғыдан бетер үстем бола түседі. Ол анасына үнемі жылап, келін мені жақтырмайды деп шағымданып жүреді. Үй ішінде бәрі Айгүлге салқын қарай бастайды. Айгүл бір күні Назеркенің бөлмесінде өзінің жеке күнделігін ашып отырғанын көреді. Ол күнделіктің сезімдер мен сырларға бұрмалап, анасымен бөлісіп, Айгүлдің іштен құтқару жоспарын жасап жүргенін түсінеді. Айгүлдің шыдамы шегіне жетіп келеді. Үйде кім болса да бәрі Назеркені жақтайды. Атасы да, енесі де, кішкене қызға қабақ шытыпсың деп ренжиді. Айгүлдің денсаулығы нашарлай бастайды. Сол уақытта өзінің аяғы ауыр екенін біледі. Бұл жаңалықты естігенде Бекзат қуанғанмен, Назерке, ана балады анасына тартып бөтен болып кетпесе болғаны деп айтады. Айгүл мұны естіп, жылап, үйден кетіп қалғысы келеді. Бірақ баласын ойлап, сабыр етеді. Күндердің бір күнінде Назерке оны бір-екі ренжіп айтқан сөздерін жасырын диктофонға жазып, одан кейін аудио қиып, мені ұрып соғады деген сынды аудиолар дайындап, туыстарына таратып жібереді. Бекзат әпкелері де Айгүлге сенбей, отбасына лайық емессің деп қысып көрсетеді. Айгүл тіпті туған әкесіне де бұл жағдайды айтуға ұялады. Күйеуімен арасы суып кетеді. Бірақ сол кезде күтпеген көмек келеді. Енесінің ескі көршісі, көпті көрген бір әйел, бәрін байқап, Айгүлге Назеркенің шынайы бет-бейнесін ашуға кеңес береді. Айгүл ақырындап дәлел жинай бастайды. Телефон жазбалары, скриншоттар, Назеркенің аудио жазбалары барлығы жинақтап, үлкен бір кеште дастархан басында бәрін көрсетіп дәлелдейді. Мен ойнап едім, менің аузынан шыққан жоқ деп Назерке ақталады. Дегенмен дәлелдер жеткілікті. Бекзат өз көзіме өзі көрген соң қарындасына қатты ренжиді. Енесі де бұл ісіне араласып, қызы үшін Айгүлден кешірім сұрайды. Отбасы мүшелері алғаш рет Айгүлге шын жанашырлықпен қарай бастайды. Назерке ауылдан қалаға оқуға жіберіледі, ал Айгүл мен Бекзат арасында қарым-қатынас біртіндеп қалыпқа келе бастайды. Айгүл баласы дүниеге әкеліп, бірақ жүрегінде мәңгі жара қалған. Ол енді ешкімге толық сенбейтін болды. Бірақ төзімділік, сабыр мен ақылдылықтың жеңіске жететін өз көзімен көрді. Келін мен қайынсіңлі екеуі де бір үйдің қызы, бірақ ішіндегі адамгершілік болмаса, туғанында жат айналуы мүмкін. Бұл тек Айгүлдің емес, мыңдаған келіннің ішкі шері. Кейде бізге ең жақын адам жүрегімізді ең қатты жаралайтын адамға айналады. Туған қарындас, туған бауыр бәрі қағаздағы атау ғана, адамды адам ететін жүрегі. Айгүлдің оқиғасы жалғыз келіннің ғана шындығы емес,
Бұл мыңдаған әйелдің үнсіз жан айқайы. Үнсіздік әлсіздіктің белгісі емес, үнсіздік жүректегі дауылмен арпалысу. Ал сол дауылдың аман шығу нағыз ерлік. Бұл оқиға бізге не үйретеді? Сабыр қару екенін, шындық кеш шықса да міндетті түрде жеңетінін, жақын көрген адамның да жат болып шығуы мүмкін екенін. Егер де қазір үнсіз жылап, іштен тынған келін болсаңыз, естен шығармаңыз. Сіз әлсіз емессіз, сіз сабырлысыз, жүрегіңіз таза, жеңіс әрқашан сабырлының жағында. Адамның жүрегін жарылап, өз бақытыңды тұрғызуға болмайды. Өмір бумеранг. Бүгін жасағаның ертең өзіңе қайтады. Тек жүрегі мейірімді адам ғана осы өмірде бақытты болуға лайық. Өзгені ренжітіп, өзің де ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрме, жаныңмен таза бол, сонда Алла сені қорғайды.